Украинадағы орысқа қарсы ояну 2009 жылы басталды. 2009 жылы Украина 1931-1933 жылғы орыс тарапынан жасалған, қолдан жасалған зұлмат аштықты Украина көлемінде халықаралық деңгейде атап өтті. Дәл сол кезде қазақтар үнсіз қалды. Мен сол кезде Украинаны тірі ұлт, қазақты өлі ұлт деп іштей сезіндім. Сол кезде жазған мың бір сапарымда 2009 жылы бастап жаздым. Сол кезде жаздым. Украинаның ұлтшылдары Еуропаға, Америкаға, Канадаға 31 жылы, 33 жылы аштықтан қашып барған, мәлкілдеп камераның алдында дұрыста отыра алмай қалған, сөйлей алмай қалған кемпір шалдарды сөйлетіп, сол аштық туралы видео, куәгерлік видеолар алып қалған. Бұны батыста видео тестимони дейді. Сол адамдар өздерін орыстардың қалай қырғанын, қалай үйіндегі бидайды, күрішті алып кеткенін, ең соңында жаңа банкыларға, жаңағы қыш құбыларға жасаған көкөністерін жауып қойған, салаттарын алып кеткенін, үйлерінде бір түйір дән қалмай қалғанын айтады. Украиндар өстіп бүкіл дүниелік деңгейде, халықаралық деңгейде орыстардың 31-33 жылы 7,5 миллион украиндарды қырып тастағанын, қолдан жасаған жасанды аштықта өлтіріп тастағанын дүниеге әшкерледі. Ал осы ұлтшылдық бүгінгі украиндардың орыс отаршылдарына қарсы күресіне жалғастырып отыр. Сондықтан қазақтарда орысқа қарсы ұлтшылдықты ояну үшін, шын мәнінде қазақтардың ұлттық азаттық күреске дайындалу үшін біріншісі бізде отарсыздандыру күресі, яғни ағылшынша айтқанда decolonization болу керек. Decolonization, орысша айтқанда деколонизация. Осы колонизациядан құтылу, яғни отарлық пиғылдан құтылу, өзін отар сезіну, орысқа бүйрегі байланып қалу. Бұның барлығы ұлтты құрдымға апарады. Ал қазақтар орыстардың тарихта қазаққа жасаған қиянатын ұмытпай, және біз тәуелсіз шын мәніндегі азат демократиялы ел болғанда ғана ұрпағымыздың өсіп-өнуіне, өркендеуіне жол ашамыз. Тек батыстық демократиялық елдермен одақ болғанда ғана демократиялық жүйе орната аламыз, және онымыз баянды болады деген түсінікке келмейінше қазақтардың да жағдайы қиын болады. Енді бір есептен бұлай қарап отырсаң, жаңағы Қапарахатпен сұхбатымызда айттық, орыстық бұл менталитет, жаңағы жеке тұлғалардың менталитет, тұтас халықтық менталитет, бұл жайдан жай қалыптаспайды. Себебі орыстар 1860 жылдарға дейін құлдық түземде жасады. Ал 1860 жылға дейін Африканың өзінде құлдық жүйедегі қалып болған жоқ. Африканың өзінде. Ал Қытайдың өзі одан 2000 жыл бұрын құлдық жүйені тәркі қылып, феодалдық шаруалық жүйеге ойысып кеткен. Ал орыстарда басыбайлы шаруа деген ат болғанмен, шын мәнінде ол құл. Себебі басыбайлы шаруаның жаңағы жер иелері өзінің қол астында істейтін сол басыбайлы шаруаны айырбастауға және сатуға құқылы болды. Және оны өлтірсе, оған қылмыстық іс қозғалмайтын болды. Яғни басыбайлы шаруаның иесі, мысалы жердің иесі, мысалы Қапар Қояндыдағы үлкен жаңа Қапарский деген бай болды. Қолында 1000 еркек құл, 2000 ұрғашы құл. Ол Қапарский байдың жаңа Қояндыдағы егінін екті, жерін жыртты, малын бақты. Енді Қапар оны кез келгенін сатуға, екі ұрғашы басыбайлы шаруаны бір еркек басыбайлы шаруаға айырбастауға, кез келгенін сатуға, кез келгенін өлтіруге құқылы болды. Яғни құлдық жүйе орыстарда 1860 жылдарға дейін сақталып отыр. Сондықтан бұлардың қанында құлдық бар. Қанында құлдық бар. Азат халықтардың өмір сүрген уақыты өте қысқа. Азат халық бұл. Енді 1860 жылға дейін құл болған халық. Енді образдап айтқанда 1860 жылдарға дейін бұларда жекеменшік қатын болған жоқ. Жекеменшік бай болған жоқ. Коллектив өмір сүрді. Бұлардың қазіргі ана оп, мына оп деген оптары сол жер иесінің құлдары деген сөз. Мысалы, Қапаровтың жаңағы 200 еркек құл, 300 ұрғашы құлы болса, оның бәрі Қапарова болды.
Капарлар болады ғой олар. Яғни қапарлар болды. Кімдікісің десе, қапардікіміз деген сияқты болды да. Міне. Ал шын мәнінде орыстың ақсүйектері скиді қолданды. Скиді қолданды. Опты құлдар қолданды. Ал сол құлдықтан ба опты Назарбаев, Тоқаев шекесіне орыс ұрып кеткендіктен әлі айырылмай отырған себебі сол. Оптан қазақтың айырылмай отырған себебі сол. Енді бір жаңағы орыстардың сол менталитет, одан кейінгі адамзат тарихындағы ең зұлым билік коммунистік жүйе Ресейде іске асты. Адамзат тарихындағы ең зұлым билік. Сосын олар тіптен құл болды. Тіптен құл болғанның үстіне құл болды. Енді Совет құлағаннан кейін көз ашылып демократияға бет бұрама дегенде мына жауыз тажал Путиннің қолына түсіп қалды. Оның алдында кім Елитсин дегені ол да енді бір оңып тұрған біреу емес еді. Мына Путин келді, ол тіптен арман болды. Бұл Советтің құлауы ғасырлық катастроф деді. Тура осы сөзді Олжас Сүлеймен де айтыпты. Совет одағының құлауы катастрофа деп толды. Ал бұлар Советті аңсайды, яғни отарлауды аңсайды. Демек, халық оянбайынша, мысалы Украин халқы 2009 жылы зұлмат аштықты халықаралық деңгейде еске алу арқылы халқын орыс отаршылдарына қарсы тәрбиеледі. Украиндер орыстарға қарсы 2009 жылдан бастап дайын деуге болады. Ал біз ол кезде дайын болмадық. Мысалы мен 1916 жылғы Албан көтерілісі мен Қарқара көтерілісінің 100 жылдығын еске алайық деп дабыл қақтым. Мен 2009-дан бастап дабыл қақтым. Бірақ ол кезде танымал емеспін. Бірақ жаздым. Бәрібір соны ілескен, соны Албан көтерілісі, Қарқара көтерілісі, Адай көтерілісінің 100 жылдығын еске алайық деген қазақ қоғамында үлкен толқыныс болған жоқ. Ол біздің орысқа қарсы ұлт азаттық көтерілісіміз еді. Бірақ қазақтар орыстарға қарсы қабағын түйгеннен қорқады. Сондықтан бізде Украин сияқты әлі орыстарға қарсы дайын емеспіз. Мысалы қараңдар, кеше Путиннің өтірік сайлауы кезінде бүкіл Астана Алматыдағы Ресейдің елшілігі мен консулдығына бәленбай 100 мың орыс барып, билет дауыс берді. Путинді сайлады. Енді қара, Тоқаев неге 3 миллионда 5 миллион орысты, соғыстан қашқан орысты қабылдап алды? Ол 3 миллионда 5 миллион орыс соғыстан қашқан жоқ. Ол Қазақстанды жаулап алды. Олар жаулаушылар. Олар бір тал оқ атпай, Путин мен Тоқаев өзара келісіп, мен әскерге алам деймін, олар қашам дейді, сосын сен оларды қабылдап алды. Сөйтіп Қазақстан қайтадан орыстың демографиялық колониясына айналып қалды. Орыстар бізді демографиялық тұрғыдан қазір жаулап отыр. Біздің ірі қалаларымыз жаулап алды. Өндіріс орындарымыз қайтадан Тоқаев көк тиынға орысқа беріп жатыр. Маңызды деген өндіріс орындар, маңызды деген кеніштер, маңызды деген ақша түсетін жердің бәрі орысқа өтіп болды. Қазір әскери салада қазақ генералдардың бәрін жұмыстан кетіріп, немесе формалды ешқандай мәні жоқ, мағынасы жоқ жұмыстарға қойып, Ресейде туған, өмірі Қазақстанда болмаған, бірақ қолында Қазақстан құжаты бар орыстарды әскери орындарға, әуежайларға, әскери бекіністерге, әскери қамбаларға қойып жатыр. Тіпті қазір Қазақстанда соғыс болса, ататын бір артиллериялық оқ, бір танкіміз жоқ болуы мүмкін. Себебі оның бәрін Ресейге беріп болды. Қазір Қазақстанның жағдайы шын мәнінде өте қауіпті деңгейде.